Ассалаумағалейкум баршаңызға. Осы бір қарапайым фото баршаңызға қызық болды, шыны керек. Мен бұны күзде жасаймын деп жүретін, бірақ та бір рет түспей жүреді, шыны керек. Бүгін осы фотошоп жасаймыз. Мен бұдан алдын бұны қателеспесем 2 жыл бұрын жасап көрген, негізі жасаған мінекей экрандағы сурет. Бұл жай ғана Play Market'тен клон камера деп іздесеңіздер де шығады, немесе PixArtпен жасалу жолын көрсетемін. Бұл бастысы біздің бұл жерде керекті фото емес, камераның түсірілуінде әңгіме. Ал көп созбай жұмысымызды бастайық. Әрдайымғыдай PixArtқа кіреміз. PixArtқа кіріп, енді сіздер достар, сіздерге түсіндіре кетейін. Бұл фотоны өзім түсірмесем біреу дұрыс түсіре алмайтын еді. Бас бұл жерде әңгіме камераның қимылдамай түсуі. Тура осы бір жерге камераңызды қозғалмайтын бір жерге қойып қоясыз. Және де объектіні ауыстырып отырасыз. Мінекей қазір бастайық, фото барысында түсіндіріп өтемін. Мінекей бірінші фото. Бассыз камера қозғалмау керек, оған идеяларыңызды қосасыз. Достар, мен қасымда түсіретін немесе түсетін адам болмағандықтан қазір бір алманы алдымда түсіре салдым. Бастысы сіздерге түсіндіру мен. Добавить фото. Мінекей екінші фотоны аламын. Мінекей бізде екінші фото. Тура осы қазір алманы сіздер адам деп елестетіңіздер. Тура тартасыз, тура суреттің көлемі түсу керек. Мінекей қоюлағышты азайтасыздар. Азайған кезде артық фото көрінді. Енді жақындатамыз да мінекей мынаның үстін өшіреміз. Яғни біздің бірінші объектіні өшіреміз. Тура осылай өшіреміз тез. Окей, көтереміз. Көтерген кезде мінекей тура осылай шыға келеді. Сіздер камераны қимылдатпай түссеңіздер, стол, шкаф бәрі бір-біріне четко түсіп отырады. Бас камераны қимылдатпай түсірулеріңіз керек. Бір жерге қойып, секундқа қойып қоясыздар ма білмеймін. Әйтеуір камера қимылдамай түссе болды. Мінекей, окей, екіншісінде тура осылай қоюлағышты азайтамыз. Бұда да солай. Қоюлағышты азайтқасын. Қазір бізде екінші фотолар шығады. Достар, тағы да айтамын, бас камера қозғалмай, тек қана бұны адам деп елестетіп, өздеріңіздің қиялдарыңызды қоссаңыздар болды. Тура осылай жасалу жолы осылай. Тек сіздер жасалу жолын көріп алсаңыздар болды. Өздеріңіз бізде жіберіп жүрген балдар бар, тура солар сияқты өздеріңіз идея қосып істей бересіздер. Мінекей екінші бізде үшінші фотоны аламыз. Тура осылай онда экрандан суретті барынша кішірейтіп алыңыздар, сонда бір-біріне түскенін точно көріп отырасыздар. Мінекей онда азайтамыз, окей. Мына жақты крупный қылып өшіріп тастай беріңіздер. Алмаға жеткізіп, мінекей, окей. Әр бір фото қойғасын окей қылып қайтып добавить етіп отырыңыздар. Себебі білесіздер, фото қимылдап кетсе тура келмей қалады. Мінекей көріп жатсыздар. Тура бәрі бірге түскен сияқты шығып жатыр. Себебі камера қимылдамай түскесін, дастарханның бәрін қыртыс точно түсіп жатыр. Мінекей бізде төртінші суретте тура осылай, окей, қоямыз. Мінекей барлығын үстін өшіріп шығасыздар. Тура мысалға елестетіңіздер, сіздер кухняда жүріп, әр жерде түстіңіздер да камераны қимылдатпай. Рас, осылай тура осы жолмен өшіріп істей бересіздер. Мінекей көріп жатсыздар. Бір жерге камераны бір жерге қойып қойыңыздар, секундқа қойыңыздар, 10 секунд қойып, бір жерге түсіңіздер, 10 секунд қойып, екінші жерге түсіңіздер. Аяғында PixArtқа кіріп осылай толтыра бересіздер. Болмаса клон камера деген бар. Бұл аса ешқандай қиындығы ешқандай жоқ. Сосын барлығы бір-біріне сәйкес келу үшін міндетті түрде FX басасыздар. Светокоррекция дейді, немесе бұны мінекей корректор дейме қалай дейді, общем. Джокер, мен сүйіп не қылатын джокер. Мінекей дәл осылай істелінді, достар. Сіздерге тағы да айтарым, алманың орнына адам деп елестетіңіздер. Мына жерде барлық адам, өзіңіздің суретіңізді осының орнына қойып көріңіздер. Мінекей тура. Менде камера қимылдамай тұрғасын, ешқандай қиындық тудырған жоқ. Добавить фото еттім и керек емес нелерді өшіріп тастап отырдым. Мінекей достар, фотоның бұрыш тура келу керек. Фотоны тартқан кезде үлкен қылып жібермеңіздер. Сурет ол кезде сәйкес келмей қалады. Четко, мінекей басқанда көрсетейін, бірден екіге қалай өзгерді. Четко түсу керек. Үйде барлығы мысалға шкаф немесе шелек, бір кесе, бір лишний мелкий заттар түсіп қалуы мүмкін. Соның өзі бір-біріне киілу керек. Бастысы қағида, камера қимылдамай түсу керек. Сосын добавить фотосын өшіре бересіздер. Сау, саламатта болыңыздар.